ашқап кетпейін деп тыға берем. Жоқ, ораза үйтіп ұсталынбайды ораза. Оразда аш қалу керек. Адам сезіну керек аштықты. Адам аштықты сезіну керек. Сол уақытта тілі зікірде болу керек. Ойы зікірде болу керек. Аш адамдарды ойлау керек. Кедейлерді ойлау керек. Кешегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалай жүргендерін ойлау керек. Харамнан тыйыл, шыда, парызды орында, шыда, жина ертеңге сираттың үстіне. Өйткені саған керек нәрсе деп отыр Алла Тағала. Ең әуелгі сираттан өтетіндер дейді, кәл-барық, найзағай секілді өтіп кетеді дейді. Найзағайды білесіздер ғой, қас қағым сәт қана болады да, бар жоқ болды. Бұл сираттың ар жағында тұр. Күллі еңбегі Алла Тағала сол өсіріп тастаған, және сол күнге дейін жаңа шыдау деген нәрсе бар да менің өмірімде. Көңілді жүру керексің, саған болмайды көңілсіз жүруге. Болмайды ешқашан. Мұсылманға көңілсіз жүруге болмайды. Саған тура жол деген нәрсені сыйлап отыр Алла Тағала. Тура жолың бола тұра, намазың бола тұра, менде анау жоқ, менде мынау жоқ.